Пайда күнем саудагер ертегі. Ертеде бір саудагер өмір сүріпті. Саудагердің дүкенінің шатыры тесік екен. Дүкенге келген адамның бәрі, мына тесікті жамамасаңыз ертең жауынның астында қаласыз деп айтып жүріпті. Саудагер шатырын жамайын десе уақытын қимай, біреуге жаматайын десе ақшасын қимай жүріп алыпты. Күндердің бір күні расында да қатты нөсер жауып дүкенді су басып қалады. Ең өкініштісі, ылғал жерде тұрған қапшық ұндар бір күнде көгеріп кетіпті. Енді мен бұларды қалай лақтырамын деп өкінді саудагер. Өзінің ұқыпсыздығынан осындай шығынға батқанын білген саудагер бір айла табады. Дүкенге келген адамдардың бәріне көгерген ұндарды алдап сатып жіберем деп ойлады. Ей жарандар, адамдар, бәрің бері қараңдар, ешбір жерден таппайтын менде жаңа тауар бар. Осылай деп саудагер елді жинап өз ұнын жарнамалайды. Уа халайық, мен шет елден керемет бір ұн алдырдым. Оның кереметтігі сол, нағыз аспаз нан пісірсе ғана тіл үйрердей тәтті шығады екен. Ал олақ, салақ адам пісірсе өте нашар болып піседі екен. Сондықтан бұл ұнды патшалар қапшығымен алдырып, ең мықты деген аспаздарға ас пісіру үшін береді екен. Кімнің тамағы дәмді шықса, соны өз сарайына бас аспаз етіп тағайындайды. Сіздер де бақтарыңызды сынап, бір қапшық ұн алыңыздар. Саудагердің сөзіне елең етіп, ұнға қызыққандар да, жан-жаққа хабар беріп, бұл жаңалықты таратқандар да, мән бермей құр далбаса деп жатқандар да табылды. Бірақ өзін жақсы аспаз санайтын бірталай адам өз қабілетін тексеріп көру үшін көгерген ұндарды сатып алыпты. Саудагер болса, ұндары азайған сайын бағаны қымбаттанып, пайданың астында қалады. Көгерген ұннан ас пісіріп көргендердің әбден көңілі қалды. Бұзылған ұннан не оңған тамақ шығушы еді. Ешкімнің де наны дәмді болып шыққан жоқ. Бірақ ерекше ұнды сатып алған өздері болғандықтан, олар саудагерге айып тағылмады. Осылайша саудагер өзінің тапқырлығына сүйсінді. Ей, өзім сондай бір данышпанмын ғой. Көгерген ұнның бәрін сатып бітірдім. Менің сандырағыма сенген халық та ақымақ екен. Келесі күні саудагердің баласының туған күні болатын болды. Әкесі баласын қуантпақ болып, ең мықты аспаздың дүкеніне барып, тәтті бәліш сатып алғысы келді. Дүкенде самсап тұрған тәттілердің ішінде көк түсті үлкен тортты бірден байқады. Әлгі торт басқа тәттілерден әлде қайда қымбат екен. Саудагер ойланбастан ең әдемі, ең қымбат тортты алып үйіне келеді. Туған күн кешінде торттан алғаш болып дәм татқан саудагердің баласы болды. Алайда бір тілім тәттіден кейін баласы қатты ауырып, үйге емші шақырады. Емші айтты: балаңыз көгерген ұннан жасалған торт жеп қойыпты. Іші содан ауырып жатыр. Саудагер терісіне сыймай ашуланып, тәтті торт сатып алған дүкенге барып аспаздың жағасынан алды. Ей, арам неме, дүкеніңе көгерген ұннан торт жасап неге сатасың? Баламды улап өлтіре жаздағаныңды білесің бе? Аспаз барлық ұнды саудагердің дүкенінен алатын ерекше тортты да кеше сатқан ерекше ұннан жасағанын айтып ант су ішті. Саудагер сонда барып өзінің үлкен қателік жасағанын, біреуге тигізген кесірі өзіне айналып келетінін түсініпті. Содан бастап саудагер бұзылған тауарды сатпай, тек адал жолмен ақша табам деп өзіне серт берді.